Ақ халатты Абзалжан Алмасбек Аршабай жұбайымен бірге Қостанай облысына Шырайлы Шымқаладан көшіп келген. 3 баланың әкесі дипломмен ауылға бағдарламасы арқылы Қостанай ауданына тұрақтаған. Жоғары білікті дәрігер қазір бас ауырып, балтыры сыздағандарға қарайласып ем-дом көрсетеді. Тобыл Торғай мекеніне 2023 жылы табан аударған. Дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша жанұямызбен келгенбіз. Мен жұбайым және 3 балам. Келу мақсатында бізге шартта жаңағы қолайлы жағдайлар ұсынған болатын. Министерстводан ол жерде жаңағы 5 миллион теңге көлемінде бірінші реттік көмек подъемный. Одан кейін келген районный больницаның атынан 300 мың теңге қаржылай көмек және подведомственный үй берілген. Яғни больницаның берілген үйінде тегін тұрамыз. Және жаңағыдай қаржылай көмектер берілген болатын. Амбулаторияның нормативі дәрігерлердің күніне 25 науқасты қабылдап медициналық қызметтің тиімділігін қамтамасыз етуге бағытталған. Заманауи жабдықталған медициналық нысан науқастардың сапалы емделуіне мүмкіндік береді. Айтпақшы, Шымқаладан келген ақ халатты Алмасбек Аршабай жұбайымен бірге қат мамандықтарды меңгерген. Жұбайым екеумізде де жалпы тәжірибелі дәрігер, және қосымша менде аллергология, детский взрослый екеуі де, жұбайымда нефролог. Тоже балаларда ересектерде қарай береді. Бізде жалпы тәжірибелі дәрігер болып екеуміз осында жасаймыз. Қосымша тағы да жарты ставкадан мен аллерголог болып, жұбайым нефролог болып, Қостанайда районный больницада қабылдайды. Былтыр медициналық ұйымдарға жасалатын жеңілдіктердің арқасында 163 маман тартылған. Бірақ бұл жеткіліксіз, себебі аймақта әлде 250 жоғары білікті маман қажет. Ал оларды табу оңайға соқпайды. Себебі шалғай өңірге көбі барғысы келе бермейді. 2024 жылы ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту жалпыұлттық жобасы жүзеге асырылып жатқанын ескере отырып, мәслихат сессиясында оңтүстік өңірге қаржыны көтеру мәселесі қаралды. Бұл кадр тапшылығын толтыру, яғни нейрохирург, интервентролог сияқты мамандарды тартуымыз керек. Осының арқасында Амангелді, Жангелді сынды аймақтарға келетін білікті мамандарға берілетін қаржы көлемі бір шайма көбеймек. Сондай-ақ Жітіқара қаласына келетін мамандарға да берілетін көтерме ақыны жоғарылатуда қарастырылмақ. Өйткені халық саны тығыз елді мекенде маман тапшы. Сондай-ақ бізде аллерголог, ревматолог, иммунолог сияқты өткір тапшылық мамандықтары бойынша қаражат бар. Оларға орналасқан жеріне қарамастан 8-де 5 миллион теңге көтеру жәрдемақысы қарастырылған. Яғни не қала деңгейінде келеді, не ауыл деңгейіне бір жолғы 8 миллион теңге төленеді. Медициналық ұйымдарға кадр тапшылығын осылай қаржылай қолдау арқылы жою қолға алынып отыр. Себебі облыста 1900-ге жуық ақ халатты болса, олардың 25%-ы егде жастағы мамандар. Сондықтан өңірге мейлінше жас мамандар қажет. Сергей Лукашин, Аслан Бияхмет, Алау телеарнасы.